Мына бала уланып қалды. Бұл өте қорқынышты. Жауапсыз ата-аналар балаларына не жейтінін білмейді. Дәл осындай баланың отбасы тамақты тамақ үшін пайдаланған, бірақ ол ұзақ уақыт бойы айқайлаған. Иә, солай. Солай. Жарайды ма? Иә, олар кішкентай құбыжықпен күреспекші. Содан кейін асығыңыз, асығыңыз, асығыңыз. Әжемнің белінде жарақат бар. Оған қалай мінуге болады? Немерем жыламайды, жыламайды. Ей, сен не істеп жатырсың? Сіз балаларды қорқытасыз, анашым. Сіз шынымен балаларды бүлдіресіз. Сіз әжеңізден қандай кешірім сұрайсыз? Бұл менің жақсы немерем. Мен ешкімді бүлдірмеймін. Әйтпесе біз құбыжыққа мінуді жалғастырамыз. Ал әже саған түнде қуырылған тауық етін береді. Әже әлі де сәлем. Анашым, балалар бұл қажетсіз тағамдарды жей алмайды. Тек оларды көндіріңіз. Анашым, үй тапсырмасын орындау үшін үйге қайтуға асықпаңыз. Алға, анашым, менің ойым бар. Саған не болды? Мен сізде бел дискісінің грыжасы бар екенін және балаңызбен мұндай ойын ойнай алмайтыныңызды айттым. Мен саған бәрі жақсы дедім ғой. Ой, анашым, сәл күте тұрыңыз. Мен сізге асқабақ гүлінің әпкесінің арнайы жұмыртқаларын беремін. Мен көп нәрсені ұстап алып, саған кездейсоқ әкелдім. Мен, рахмет, бар. О, апа, саған не болды? Ой, менің ескі проблемам қайтадан шешілді. Ой, тез түс, мен саған акупунктура мен максибус жасаймын. Сен әлі де акупунктура мен максибус жасай аласың ба? Хуа апа, сіз менің медицина ғылымдарының докторы екенімді ұмытып кеттіңіз. Бұл қарапайым акупунктура мен максибус дегеніміз не? Сен сондай жақсысың. Ей, бұл керемет. Мен оны алдымен сен үшін өртеп жіберемін. Бұл керемет. Акупунктура. Бақытымызға орай, жоқ. Сен мүлде ауырмайсың, шынымен жақсысың ба? О, менің қолым әлі бар. Бұл оңай емес. Бұл жылы және өте ыңғайлы болады. Солай ма? Сен сондай жақсысың. Сонда мен инені тартпаймын. Сәлем, анашым. Болды, жарайды. Мен бірінші жасап көремін. Жасап көремін. Мұны тоқтат. Ей, мен жақсымын. Сенің шынайы құдайың. Бар. О, ол үшін бұл мүмкін емес. О, батадан қалай бас тартасың? Бұл әдемі жүрек пен жақсы техниканың шайқасы деп аталады. Кешіріңіз, біздің үй тәртіпсіз. Ей, отырғаныңа рахмет. Мен бәрін ретке келтіремін. Ей, сен не істеп жатырсың деп тұрсың? Ине біткеннен кейін бірден отырып. Сізге көмектесу өте қызық. Қараңызшы, менің жақсы қызыма тәнті болыңыз. Шаршамаңыз. Ха-ха-ха, жарайды. Ха-ха-ха. Ақша келе жатыр. Садақ таза, дәретхана таза. Көрдіңіз бе? Сіз тікелей ішесіз, басыңызды иіп, қосасыз, дәретхана да өте таза. Сіз ішіп жатқаныңызды көріп тұрсыз.
Ой, қыз, сен сондай мейірімдісің, дәрігерге қаралу арқылы күн көресің, ал келініңнің өткірлігі сонша. Ой, 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 ха-ха, ой, демалыңыз және демалыңыз. О, қыз, сен сондай жақсысың, дәрігерге қаралуың мүмкін, ал үй шаруасы өте салақ. Ой, бұл керемет, ха-ха. Хуа әпке, менде әлі бірдеңе бар. Мен бірінші баруым керек. Сіз өзіңіздің денеңізге күтім жасауыңыз керек, және сұрақтарыңыз болса, кез келген уақытта қоңырау шалуыңыз керек. Хей, қош бол, қош бол. Қандай жақсы адам, жақсы немесе жаман, бірақ мен әрқашан бұл жалған драманың дұрыс емес екенін сезінемін. Олар маған акупунктура мен максибус массажын тегін жасап, үйімізді тазалады. Маңайдағы көршілер оны сондай жақсы адам болған үшін мақтады, бірақ оның әдеттен тыс екенін айтты. Қалыпты акупунктура мен максибустық массажға бару үшін әдеттегі медициналық орталыққа барған дұрыс. Бұл жалған ксексе біздің қоғамдастыққа енді ғана көшті. Біз оны әлі білмейміз. Оған ақша жұмсамаңыз. Мен оны енді естігім келмейді. Сөйлеуді қой. Қарным ашты, тамақ жасайық. Күйеу, мен анамды балық сияқты аулап жатқандай сезінемін. Көршілес жаңа көрші. Жалған Си Цзиньпин әрқашан анасының сотына келеді. Зорлау да, ұрлық та сотқа жүгінбейді. Сіз маған еске салуыңыз керек пе? Сәлем, балам, анашым, беліңіз қалай? О, жақсы, ешқандай проблема жоқ. Ол енді ауырмайды. Бұл маған жалған ксекси туралы айтқан жаңа көршіміз Ц ксексинің арқасында. Кештен біраз уақыт бұрын мен қоғамға жақын жерде алаяқтық фактілері болғанын, бірақ қазір алаяқтықтың шексіз әдістері бар екенін еске салдым. Онымен әлі таныс емес адамдар үшін абай болыңыз. Жарайды, түсіндім. Мен сенен күріш жегеннен де көп тұз жедім. Өзін сондай жақсы етіп көрсететін адам, мен оны қате оқи алмаймын. Құдайым, сен бию-бию-биюдің немересін тепкілеу үшін ұшып бара жатырсың. Ой, сен оны әлі таптың ба? Жарайды, жылама, жылама. О, сен менің немеремді қорладың. О, сендер өте батыл балаларсыңдар. Қазір бәрі жақсы, ешкімге тиген жоқсыңдар. Чуан құлап жылады. Әрине, келіңіз, көрдіңіз бе? Ультраман менің құбыжығымнан жеңілді. Бар, жүр. О, біздің отбасымыз қазір ет өсірмейді, және өлім туралы алаңдамайды. Егер сіз бұл соққы және құлау деп айтсаңыз, оны қалай түзетуге болады? Әпке, мен оны үйімде маймыл сияқты арық кездестіретінмін. Бұл оралған қазынаны жегеннен бері бұл бас аспанға көтерілді. Енді мен жарты қап күріш туралы айталамын. О, сіздің отбасыңыз баланы ұстап алу үшін тамақтануы керек. Менің немерем де солай. Осы уақытқа дейін немерем ай сайын суық тиіп, баланы ұстап алу үшін баламен бірге білектерін сындыратын. Ой, доктор За қайда? Ой, қараңдаршы, доктор За жалған. Дұрыс. О, бұл тағы да жалған. Хей, анашым, маған сенбеңіз. Мен бұл күшті сәбилер туралы естіген жоқпын. Мүмкін мен Санва өнімдерін көруге барған шығармын. Доктор Ца өте сенімді. Егер оған қонаққа барса, ол азап шекпей ме? Серуендеуге барыңыз. Келіңіз, әжені іздеп барайық. Сен не істеп жатырсың? Өлген өтірікшілер адам өмірін елемейді. Сен не істеп жатырсың? Алаяқтардың адамдардың өмірін елемей, ақша беруіне не себеп? Әлі де мылқа ойнайсыз ба? Бұл сіздің үлкен сөмкеңіз ауырып қалды. Анашым, менде барлық дәрі-дәрмек пакеттері бар. Мен оларды мақұлдауым керек. Сондықтан ешқандай проблема болмайды. Сіз әлі де дұрыс айтасыз. Дәлелдер осында. Алдымен өтірікші мен Ли Джидің қалай тынышталатынын көрейік. Көрдіңіз бе? Бұл жалған сәби,
жалған сәби немесе жалған сәби. Дұрыс емес адам, солай ма? Осындай жақсы адам үшін сіз әлі де басқаларға жала жабасыз және бұл үстел нәрестені тонайды деп сенесіз. Кешіріңіз, иә, аты тым ұқсас. Іс жүзінде. Бұл өтірікші. Мен оның өлуіне жол беруім керек. Енді бұл өтірікші тым жаман. Сабыр етіңіз, денеңізге ашуланбаңыз. Қараңызшы. Нежа ай айтқандай, ересектерге деген алалаушылық бұл тау. Ксексе сияқты сүйкімді қыз әлі күнге дейін басқаларға деген алалаушылықты сақтайды. Мен әрқашан өзімді дұрыс емес сезінемін бе? Не болды? Ананның арық болғаны шынымен дұрыс емес пе? Мен анан үшін күшті және толық болуым керек. Ананның ағылшын тілін үйренетін уақыты келді. Оны сол жерге жіберуге болады. О, жарайды, анашым. Мықты ванганды сатып алмаңыз. Мен түсінемін. Алға, рахмет. Хуа апа, хе, біз қауіпсізбіз. Кішкентай балаңызға маған 10 юан беруге рұқсат етіңіз. Хуа апа, біздің кішкентай сәбиіміз өте танымал. Иә, бұл не? Менің өнімімнің тиімділігі өте жақсы, бірақ ол аздап қымбат. Мен не туралы айтып тұрмын? Неден қорқамын? Денеде қанша ақша бар екеніне қарасақ, мен тым қымбат емеспін. Осылайша, мен сізге банканы сынап көруге рұқсат етемін. Содан кейін сізден 18,800 доллар аламын. 18,800 ұзақ емес. Сен үшін құндылық, мен сен үшін өлемін. Оны алуымды күт. Ой, бұл менің мылтығым. Бала өте сүйкімді. Сондай сүйкімді, мен үйдемін. Ой. Баланың хош иісі бұл нәресте ішетін нәрсе. Бұл көп уақытты алды. Неге бала әлі ұйықтамады? Бұл жақсы нәрсе, оны маған беретінін біліп, жасырын ішуіміз керек. Бұл шынымен жақсы нәрсе. Лан өте жақсы ішті. Баяулаңыз, әжемде әлі көп нәрсе бар, мен оны іше аламын. Балам, мына сөмкені мына киімге ауыстырайық. Ха, неге әлі ұйықтамайсың? Сен не істеп жатырсың? Сен не істеп жатырсың? Не істеп жатырсың? Бірдеңе жедің бе? Анашым, сіз анаңға не жеп жатырсыз деп айтасыз? Жоқ, мен сендіремін. Жоқ, анашым, балалар бей-берекет тамақ іше алмайды. Әйтпесе бірдеңе болады. Мен шынымен ештеңе жеген жоқпын, және жеуге ештеңе берген жоқпын. Анан осылай деді. Бәрі жақсы. Кеш болды. Ерте ұйықта. Жарайды. Анашым, ерте ұйықтаңыз. Сіз де ерте ұйықтайсыз. Ха. Сау бол. Рахмет. Балақай, қандай жақсы нәрсе. Рахмет, сүйкімді бала. Ішу. Бастық,
бүгін балықтың жаңа партиясы 30 юанға сатылып жатыр. Жүре бер, сәлем бере бер, бастық. Сәлеметсіз бе? Мен құбыжықпын. Жүр, ойнайық. Екеуі де, солай ма? Мен сізге құбыжықтармен күресуге рұқсат етемін. О, керемет, 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 керемет. Ой, бұл нәрестенің ұстауы күшті. Қараңызшы, оның қаншалықты жақсы екенін көрейік. Ол әлі күнге дейін мектептегі спорттық кездесуде бірінші орынды иеленді. Шынымен жақсы жұмыс, солай емес пе? Сүтімен салыстырғанда оның жүзі ұзын. Бұл нәрестені ұстау шынымен жақсы нәрсе. Ксекси, сізде әлі де тауарлар бар ма? Мен соманың тағы 4-тен 1-ін сатып алмақшымын. Қараңызшы. Мен 188 мыңға дайынмын. Үлкен балық жемді алды. Бұл нәресте өте тығыз, сондықтан қор жоқ. Ең ерте 1-2 ай болады. О, біз күте алмаймыз. Ксекси, тек тапсырысқа көмектесіңіз. Ей, мен саған қазір ақша аударамын. Қалай бұрылуға болады? Бұл көлікті тауарды басқа біреуге беру үшін айырбастау мүмкін емес. Жоқ, мен штаб пәтерден $10 қалай сұрай аламын? Мен оны сізге ұйымдастыруым керек. О, уайымдама, ха-ха-ха-ха. Айтпақшы, Хуа апа, мен сіздің шаршы биді өте жақсы меңгергеніңізді естідім. Біздің компания шаршы би байқауына демеушілік жасады, және сізді топ жетекшісі болуға шақырғысы келеді. Солай емес пе? Топ жетекшісі, мүмкін бе? Жарайды, репетицияға барайық. Ал репетиция біткен соң, нәресте дерлік сонда болуы керек. Айналаңызда жүріңіз, жаттығуға кезекке тұрыңыз. Ха-ха. Не хабар? Қорықпа, анам осында, мен дәрігерге көрінемін. Дәрігердің жағдайы жақсы. Не хабар? Бастапқы диагноз дұрыс емес нәрсе болуы керек пе? Дұрыс емес нәрсені қалай жеуге болады? Мен әдетте оған назар аударамын. Өте дұрыс. Сіз сондай ақ отбасыңыздан сұрайсыз. Сіз дұрыс емес жегеніңізді мүмкіндігінше тезірек растауыңыз керек. Жақсы емес, науқастың жағдайы нашарлап, қайта қалтырап, жедел жәрдем бөлмесіне барған. Жарайды ма? Әй, күйеу, ол тамақтан уланған. Сіз не үшін келесіз? Мен қазір аяқтаймын. Не хабар? Сен не жедің? Тылазар телефонға тез жауап беру керек. Телефонға жауап бер. Телефонға тез жауап бер. Хуа апа, келініңіз телефон соққанда үйге қайтуға шақырып жатса керек. Неліктен біраз уақыт сыртқа шыққаннан кейін қайтуға тура келеді. Сондықтан сіз билей бастауға батылсыз ба? Жүре бер, телефонға қарай бер. Оған жауап берудің қажеті жоқ. Төтенше жағдай болса, хабарласамын. Жарайды. Онда секіре бер. Дайын, дайын, дайын. Бірге тұр. Телефонға жауап бер. Телефонға жауап бересің.
Бұл физикалық ақымақтық күшейеді. Олардың барлығы менің әпкелерім. Келіндеріңіз сізге ондаған рет қоңырау шалған. Сізге айтатын маңызды нәрсе бар ма? 发姐呀，你儿媳妇给你打了几十个电话，会不会有啥重要的事情找你？ О, мен оған біреуін беремін. 我给他打一个。 Сәлеметсіз бе? Сіз терген пайдаланушы уақытша қолжетімсіз. Кейінірек қайта теріңіз. Ол. Бұл сіздің отбасыңыз қабылдаған мектептегі спорттық кездесуде бірінші орын алған Хуа апа болуы мүмкін бе? Бұл дене бұрынғыдан әлде қайда күшті, ештеңе болмайды. Ей, иә, анан мылтықты жегендіктен ол бүкіл денесімен қашып кетті. Бах, менің сынған аузыма қара. Мен сені кінәлай алмаймын. Балалар, біздің өмірлік қанымыз, жүйке болыңыз. Қалыпты жағдай шынымен жақсы. Бұл Анна менің өмірлік қаным. Сіз оған әже ретінде бәрін алғымыз келетінін айттыңыз. Ең жақсысы, қазір бұл қоғамда бәсекелестік тым көп. Біз ата-әжелеріміз, ата-аналарымыз және аналарымыз болған кезде, біз бәріміз балаларымызды ең жақсы тамақтандыруды, ең жақсы білім беру ресурстарын және ең жақсы медициналық қолдауды алдын ала жоспарлағымыз келеді. Және олардың өмірінің әр кезеңін жоспарлауға мән бере алмаймыз. Ал қазір батыста бұл бала дүниеге келе салысымен білім беру қорларын, медициналық қорларды, тіпті кәсіпкерлік қорларды сатып алу танымал болып отыр. Осылайша балалардың білімі, медициналық көмегі, некеге тұруы және тіпті болашақ кәсіпкерлігі бастық ретінде алаңдамайтын болады. О, батыс соншалықты дамыған. Бұл хихи емес пе? Бұл біз үшін мүмкін бе? Мен де немереме сатып алғым келеді. Мен де сатып алғым келеді. Ей, мен алдымен келемін. Алдымен сатып аламын. Көшірмесін сатып алуым керек. Менің бір досымның осы өнімдердің барлығы шетелдік қор компаниясында бар және оның үлесі онша көп емес. Хуа апа, егер сіз жұмсағыңыз келсе, сізге 2 миллион юан жылдық пайданың 20%-ын бересіз бе? 18 жылдан кейін бұл 2 миллион 20 мыңға жетті. Балалар өмірінің соңына дейін алаңдамауы керек. Сәлеметсіз бе? Мен қазір сатып аламын. Сатамын. Ха-ха-ха. Жүр, мен саған ақша аударамын. Жақсарту өтті. Бақытымызға орай, оның әлі 2 миллионы бар. Ақша. Менің ақшам қайда? Қойларды әлі құтқарған жоқсың ба? Өтінемін, менің баламды құтқарыңыз. Мен оны табу үшін бар күшімді салдым. Оны таптым. Біз баланың өмірін әрең құтқара аламыз. Жай. Ол қайда? Хуа апа, осыншама ақшаны қалай табасыз? Ол бізге сабақ береді. Ой, мен не киемін? Оны сен сияқты жақсы көретін әженің болғаны бақыт. Солай емес пе? Мен. Өте қауіпті. Айтыңызшы, сіз оған не бердіңіз? Мүмкін, бұл киімді орап алғандықтан болар. Тылазар ма? Сен қайдасың? Сіз телефонға жауап бересіз бе? Анан апатқа ұшырап, ауруханада алғашқы медициналық көмек көрсетті. Тез айтшы, ананға не жеуге бердің? Телефонға жауап бер.
анан апатқа ұшырады. Сен бүгін өте қауіпті боласың дедің. Ақшаны қайда аудардыңыз? Маған тез қайт. Бұл кім? Осыншама жаңалықпен маған шынымен бірдеңе болды деп ойламайсыз ба? О, шаршадым. Бәрі демалады. Ұйықтайды. Біраз уақыт шынымен ыстық ұйықтайды. Сиси, сен менің телефоныммен не істеп жүрсің? Телефоныңыз шырылдай береді. Шен-Чжи қаншама хабарлама жіберді. Ей, неге сонша ақпарат? Менің ойымша, сіздің келініңіз сериалдағы бақылаушы сияқты. Шынында да, бұл бақылаушы әдетте ең қарапайымынан, күйеуін басқарудан, балаларын басқарудан, ең соңында қайын атасы мен енесінен басталады. Қайын ене, мұндай адамдармен қарым-қатынас жасайтын қорқынышты бақылаушы. Осыны айтқанда, сен сондай адам сияқтысың. Егер сіз оны тыңдамасаңыз, ол жай ғана әңгімелер құрастырады. Мен сенен сұраймын. Ей, сен жүздеген телефон қоңырауларын шалып, жүздеген хабарламалар жібердің. Сіз тітіркендіресіз бе? Анаң, тез айтшы. Мені жұбатуым керек пе? Егер сіз коска таба алмасаңыз, оны жасай алмайсыз ба? Не болды? Ой, сен менің ақшамды алып кеттің бе? Сіз маған қайта оралуға асығасыз ба? Ол өмірді құтқаратын ақшаны тез сығып алды. Сен сонша алдадың, бұл абакус болып шықты. Айтайын, бұл сенің анаң емес, менің ұлымның ақшасы. Сонымен қатар, мен машина сатып алу үшін ақшаны қалай аламын? Не болды? Сен қалжыңдап тұрсың ба? Анаң шынымен де өз өмірін сақтап қалу үшін осы күнді күтіп отыр ма? Қалжыңдап тұрсың ба? Бұл менің ұлымның ақшасы. Мен бұл ақшаны қор сатып алуға жұмсадым. Не хабар? Сіз, ана, өз ұлыңызды шынымен өлтіргеніңіз ашуланшақ. Мен енді саған айтқым келмейді. Анашым, бұл тым көп. Одан сайын нашарлап барады. Бірдеңе болды. Мисс, сіз әлі төлеген жоқсыз ба? Кешіріңіз, мен алдымен 200 мың төлеймін, ал қалғанын бірден төлейсіз. Бірақ, одан да маңыздысы, оны даяшыға қайтарып, оны табу үшін бар болғаны жарты сағат кетуі мүмкін. Мынау не? Бұл біздің тексеру есебіміз басып шығарылғанын білдіреді. Бұл ең алдымен құрғақ сүттің затына қатысты. Тылазар, егер саған бірдеңе болса, сенің саған қатысы бар ма? Сәлеметсіздер ме? Аяулы анаң, телефоныңды қарашы. Мен үшін баланы ұстап алдың ба? Бұл шынымен де жұмыс істемейді. Кеттік. Бұл жақсы шымшу. Үлкен әпкесі мен келіні қайтадан ақша сұрайды. Бұл шексіз. Хе-хе, бұл шынымен ақша сұрап жатыр. Бұл қайда ақша сұрап жатыр? Бұл экономикалық күшке ие болу үшін жасалады. Кімде кім ақшасы болса, ол қожайын. Маған не болды? Сен шексізсің, солай ма? Сіз шынымен бай емес сияқтысыз. Неге біздің Лин отбасымыз сен сияқты нәрсеге үйленді? Айтыңызшы, мен сізге көп жылдар бойы отбасым үшін шыдадым ба? Ал сенше, мені де алып кетемін, солай ма? Дұрыс, мен оны оған бергенім үшін болды. Ал ол менің жақсы досыма рухани сәбиді зорлау үшін оны ұруға рұқсат берді. Сіз оны көрмедіңіз, сізде мұндай қабілет жоқ. Сіз менімен бірге жүресіз. Мен улануды жақтаймын, және алдымен оның орнын толтыруымыз керек. Мен сенен 1 цент алмауыңды сұраймын. Мен сенен жалықтым деп ойлама. Айтыңызшы, бала қайда? Шынымен бірдеңе болды. Мен сізге көрсету үшін видео түсіремін. Ананның қате жегені құрғақ сүт заттарымен байланысты. Сондықтан оның қандай құрғақ сүт екенін анықтау керек. Бұл күйеу. Менің немерем де оны жесеше. Мен айттым.
给我个说法，给我们个说法呀！ Маған мәлімдеме берме, мәлімдеме бер. Сөйле, сөйле. Егер маған бірдеңе болып қалса, менімен бірге жүргеніңді қалаймын. Енді менде мылтық бар. Бос, сен саған жамандық жасайсың. Сіз сөйлесесіз. Ол шынымен апатқа ұшырамайды деп айтыңыз. Ешқандай себеп жоқ. Бала кімді сатты? Сізге бірдеңе қалай болуы мүмкін? Мүмкін емес. Бәріңді алдадың, бізді алдадың, алдадың. Дұрыс, орамал киімдерді шетелдік медициналық сарапшылар да шығарады. Шетелдік сәбилер оны жей алады. Сондықтан ешқандай проблема болмайды. Бұл видео жалған болуы керек. Жалған. Ван апай, сіздің неу оранған қазынаны жеп болған соң, ол жақсы ұйықтап, күшейе түсті ме? Ешқандай проблема жоқ, солай ма? 妞妞在吗？哦，睡觉了。 Сәлеметсіз бе, неу сонда ма? 好好好。 Ұйықтаңыз, жаңғақ ұтып алыңыз. Жарайды. Мен білемін. Сіз мұның бәрін естідіңіз бе? Хуа, сен не істеп жатырсың? Мен жақында 3 сантиметрге өстім. О, керемет. Хуа апа, мен не айтарымды да білмеймін. Келініңіз жай ғана жынданып кетті. Сізді ақшадан алдау үшін ол мұндай өтіріктің орнын толтыра алады. Тіпті неге олай істейсің? Кейде адамдар нені бағалайтынын, оның не ойлайтынын кім білетінін білмейді. Бұл алдау деп ойлайсыз ба? Жақында мен біздің қоғамдастықтағы көшеде кішкентай ақ жүздерін көтеріп жүрген бірнеше жас әйелдерден хабар алдым. Шен-чи, солай емес пе? Мүмкін емес. Хуа апа, бұл туралы мұқият ойланыңыз. Шен-чи жақында ұялы телефонын жасырып, көру сияқты жасырын әрекеттер жасады. 志毅，你聊什么呢？ Сен не туралы айтып тұрсың? Сіз ештеңе емессіз. 还真有可能呢。 Бұл шынымен мүмкін емес пе? Қаншықтар ұятсыздықты жек көреді. Бала 10 минутқа созылмайды. Мен жай ғана сенмін, балам. Мен Чоуды жақын жерден таптым. Ал, бала қансырап жатыр. 好了，孩子吐血了。 Ал, бала қансырап жатыр. 这人居然还有脸聊话。 Бұл адамның әлі де жүзі бар. Сен. Сіз. Ол қараңғыланғанына қарамастан, аванс ретінде шегінеді. Иә, қазір қараю қарайып барады. Қараю шешуші болып табылады. Билей берейік, жүрейік, бәрі дайын. Вау, 1, 2, 3 мені жақсы ұрды. Мен бірінші болуым керек, әйтпесе біз хи. О, егер хи менің келінім болса, бұл өте жақсы болар еді. Әй, балам, ол сондай әйелге үйленді. Жоқ, мен Хунфиге шағымдануым керек. Дәл солай болды, ұлым телефон соқты. Балам, саған айтайын, сенің қоңырауың ақыры ауруханаға жетті ме? Анан, қазір жағдай қалай?
Шынымен бірдеңе дұрыс емес пе, балам? Саған айтайын, сенің қоңырауың ақыры жетті. Сіз әлі ауруханадасыз ба? Анан, қазір жағдай қалай? Шынымен бірдеңе дұрыс емес пе? Саған да айтқаны дұрыс па? Ой, сен алданып қалдың. Қайырлы түн, ештеңе жоқ. Дәл қазір қатты уайымдадым. Бұл өтірік айту сияқты емес. Сен менен ақша сұрадың. Сіз оны оған бердіңіз. Менің барлық ақшам осы картада. Бұл картадағы барлық ақша жұмсалмауы керек. Келіні сыртта әбігерге түспейді. Солай ма? Мүмкін, мұндай болмауды талап ететін адамның отбасында бірдеңе дұрыс емес болғандықтан ақшасы әлі де бар шығар. Әлде ол құмар ойындарға тәуелді ме? Бірақ рельстен шығып кету ықтималдығы әлі де жоғары. Хуа әпке, хе, екеуің не істеп жатырсыңдар? Олардың барлығы екеуіңнің билеуіңді күтіп отыр. Жарайды. Әй, балам, өз әйеліңнің саған жарайсың. Айтпасам, шаршы би билеймін деп айтайын. Сау болыңыз. Балғалар бар. Біз бір түрліміз. Әй, әйел, енді сен уландырғыш баланы тонап жатыр деп күдіктенесің, бірақ анам оны қайда жасыру керектігін айтпайды. Сіз қазір үйге барып, оны таптыңыз. Не жібердіңіз? Ананда шынымен бірдеңе дұрыс емес пе? Лин Хунфей, мен оныкі ме? Мен қазір сенімен қалжыңдаса алмаймын. Сіз баланы дәл қазір тауып, оны бірден жібересіз. Жарайды. Мен қазірдің өзінде жолдамын. Мен тағы да қоңырау шалып жатырмын. Анашым, ақшаны мен айтқан жерге қойыңыз. Ой, оның айтқанын тыңдай аласың. Бірақ мен оған баланы ұстап алу үшін тамақ бердім. Бұл оның жегені жақсы. Егер сіз мықты және мықты болсаңыз, ауыр атлетикадан 10 000 келі салмақты көтере аласыз. Мен сізге видеоны көрсетемін. «10 000 келі алыңыз. Керемет. Жарайды. Анамның видеосын көргенім дұрыс емес сияқты. Шен чие, бүгін саған не болды? Бауырым, қайдасың? Мен маған келемін. Сәлем, бауырым, мен қазір барамын. Финиас бауырым, бұл Ли мырза. Лидің бизнесі өте жақсы жүріп жатыр. Сіз оған жақсы төлеуіңіз керек. Ли мырза, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Бұл Ли Пенфей. Мырза, Лин шынымен де талант. Лин апаға қоңырау шалмаңыз. Лин апаға қоңырау шалыңыз. Отырыңыз, мен сізге алдымен тост айтайын. Отырыңыз. Ой. Оны ішіңіз. Ал, Финиас, Лин апа жақсы ішетін адамдарды жақсы көреді. Егер сіз осындай болсаңыз, алдымен 20 рет емес, 10 кесе ішесіз. Егер сіз Лин апаға ақша жоғалтсаңыз, келісім шартқа әрине қол қойылады. Жүр, бауырым, алдымен құрмет ретінде істе. Бұл жерге келгеніме көп болды. Алдымен саған құйып беремін. Ей, мынаны іш, мен шын жүректен айтамын ба? Мұны ішу үшін қабылдаңыз, мен шын жүректен айтамын ба? Күйеу, сен қайдасың Хунфей? Сен бүгін маған сонша шарап іштің. Мен қатты әсерлендім. Лин Хунфей, сен анан болып туылғансың, қазір ауруханада жатырсың. Өмір мен өлім белгісіз. Сіз шынымен сыртта көңіл көтеріп жатырсыз. Сен бейбақ қайтып келдің.
小姐，孩子不行了，去看最后一眼吧。 Мисс Чен, бала қайтыс болды. Сондықтан мен соңғы рет қараймын. Мисс Чен, бала қайтыс болды. Сондықтан мен соңғы рет қараймын. Өтінемін. Сен менің баламды құтқаруың керек. Сағындым. Содан кейін тұр. Біз баланы тонап жатырмыз. Егер оны құтқармасақ, біз сені құтқара алмаймыз. Сақтау керек. Ха-ха. Мисс Чен, сіздің көңіл күйіңіз толығымен түсінікті. Сен әлі Джейн, сені жақсы көресің. Директор, біздің аурухана дәл осындай стильдегі сәбиді тауып алып, сізге жүргізуші куәлігін берді. Иә. Бұл сенің досың. Егер мен өмірімнің 10 жылын өткізуге дайын болсам емес, 孩子算是抢救过来了，但能不能醒？ Бала құтқарылады, бірақ оның ояна алатыны оның өз жаратылысына байланысты. Егер ол дұрыс емес нәрсе жегенін білсе, тіпті 10 минут болса да, жоқ, тіпті 3 минут. 我要报警。 мен полиция шақырғым келеді. Мені сондай сүйкімді етеді. Бірінші орын сіз болуыңыз керек. Жоқ, ұлттық қаһарман. Ха-ха-ха, уақыт таяп қалды. Сен маған баланы ұстап бересің. Мен үйге барып, қарап шыққым келеді. Міне, кеттік. Ха-ха-ха, бәріміз біраз уақыттан кейін үйге қайтайық. Міне, сәбиді ұстап алды. Бұл 2 банка менікі, менде де бар. Оларды ұстамаңыз, асықпаңыз. Бұл жақсы. Келесі айда біздің компания Супер Бейби деп аталатын жаңа өнімді шығарады. Олар интеллекті жақсартуға бағытталған. Әрбір супер сәби Эйнштейннен асып түсе алады. Бар болғаны 100 000 банка мен. Қарттың ақшасын табу оңай. Ол бірден төленеді. 就是好赚，立马到账100万。 1 миллион. 加西区是吧？你射箭手有2报我先看。 Гарсия, солай ма? Сіз садақ, атуды асыға күтесіз. Мен де оны көрдім. 同志，你是不是搞错了？ Не болып жатыр? Жолдас, қателесіп тұрсың ба? Біз бәріміз осы компанияның өніміміз. Бұл нарықты қадағалау бюросы мен есірткіні қадағалау бюросының сынақ құжаты. Баланы тонау. Бұл 3 тегін өнім. Компанияда тәркіленіп, жібек құртының жұмыртқалары да бізге қарсы мөрленді. Бұл қалай жалған болуы мүмкін? Менің немеремнің тамақтанғанына жарты жылдан асты. Сондықтан мен немеремді өлтірдім. Жолдас, мына құрғақ сүт бұл жерде жалған. Мүлдем рас. Сенбесеңіз, өзіңіз көріңіз. 老大他真的中毒了。 Шынымен уланған. 同志， Жолдастарды алып кетіңіз. Сіз дұрыс емес адамды ұстадыңыз ба? Бұл ксиксе жақсы адам және жақсы медициналық дағдылар ма? Бұл қалай жалған болуы мүмкін? Тек нақты тергеу жүргізуіңізді сұраңыз. Жолдан шығыңыз. Ксиксе бодхисаттва емес, Хуатуо реинкарнацияланған, әдемі және ақ көңіл. Біздің көршілеріміздің бәрі ксиксе маған азық түлік сатып алуға, тамақ дайындауға, балаларды серуендеуге және сүйектерімді уқалауға көмектесетінін біледі. Оның өнері әлі де өте ақылды. Ол қалай жаман жігіт бола алады? Яғни, Бұл жалған академиялық біліктіліктер мен түйіндемелер. Көрдіңіз бе? Бұл орта жастағы және егде жастағы адамдарға зиян келтіруге маманданған банда. Апайлар, болашақта көздеріңізді жылтыратуға болады. Сен алданып қалдың. Бәріміз алданып қалдық. Бұл қалай болуы мүмкін? Бұл мүмкін емес. Бұл мүлдем мүмкін емес. Мен Шанхайға бара жатырмын. Сізге кетуге рұқсат жоқ. Барлығыңыз тергеумен ынтымақтасу үшін біраз уақыттан кейін менімен бірге қайтуыңыз керек. Сенімен бәрі жақсы ма? Мен келісім шартқа отыру үшін қонақ үйге барамын. Мырза, Ли, кешіріңіз, мен қайтуым керек. Әйелім мені әлі үйде күтіп отыр. Мен бірінші барамын.
Наубайшы. Ей, мен екінші рет ұсталдым. Сен не туралы айтып тұрсың? Не болып жатыр? Анаң, алаяқ банда мені құрғақ сангу сүтін сатып алуға алдады. Бақытымызға орай, балаға қауіп төніп тұрған жоқ. Алаяқтықтың алдын алу туралы хабардар болу, әсіресе егде жастағы адамдар үшін күшейтілу керек. Ол шынымен уланған ба? Кешіріңіз, сіз менің жайлық үйімсіз. Бала, сен шынымен өтірік айтпадың деді. Мен оған әлі де күмәнданамын. Мен өлмеуім керек. Қарғыс атсын. Айтпақшы, мен де өлуге лайықпын. Екеуі де. Жарайды. Сен бара аласың. Мен сенің бетіңді жыртып, ақшаңнан айырыламын. Заксикси, сен мені қатты сендіресің. Кешіріңіз. Мен оны тоқтатамын. Бұл көкөніс базары емес. Менің немерем өлтіріле жаздады. Мұндай өтірікші мен бара алмаймын. Кешіріңіз, мен шынымен ештеңе білмеймін. Тек кешіріңіз деп айтыңыз. Егер сен менікі болсаң, оның әлі 3-тен 1 бар. Мен сені өлтіремін. Мүмкін емес. Біз нақты тергеу жүргіздік. Бейби Греб бұл санва өнімі болса да, оның жеке мерезі, дәрумені мерезі. Оның қалай уланғанын көрейік. Дәрігер баланы тонау улы болмаса да, егер ол басқа заттармен біріктірілсе, кездейсоқ тамақтану улануға әкелуі мүмкін екенін айтты. Бұл тұмаудың алдын алуға арналған. Балаңызбен бірге ішу күштірек пе? Аузыңды аш, дәмді ме? Бұл менің кесірімнен. Анашым, кешіріңіз, сіз. Тек оян. Бата бер. Маған ақша жұмсауға батасын бер. Сен ақша жұмсайсың. Менде әлі 2 миллион бар. Сіз менің ақшамды менсіз жұмсайсыз. Баланы $10 000 айыру үшін сіз ақша жоғалтуыңыз керек. Кешіріңіз. Оларды менің бастығым ауыстырды. Мен үлкен жұмысшымын. Кешіріңіз. Мен жалақымнан сонша қара ақша таптым. Менде ақша болуы керек. Менде шынымен ақша жоқ. Менің барлық ақшам маған берілді, ал анам емделді. Мен бұл жолмен жүруге мәжбүр болдым. Өйткені мен сенімен бұрын ұрыспағанмын. Кешіріңіз, сіз өтірік айттыңыз. Мен өтірік айтқан жоқпын. Бұл жағдайше, біз қазірдің өзінде түсіндік. Заксиксидің айтқаны дұрыс болғанымен, оның анасы уремиямен ауырады, және медициналық шығындарға 5 миллион юан қажет. Сіз қазірдің өзінде 100 000 медициналық шығынға қарыздарсыз. Кешіріңіз, егер сіз оны бүгін төлей алмасаңыз, біз сізге де көмектесе аламыз. Кешіріңіз. Мен мұны істемедім, жасамадым. Кешіріңіз. Бейби Греб тобына қосылыңыз. Сонда бұл картадағы $500 000 сізге тиесілі болады. Ұмыт, жаныңда бол. Жоқ, менің 200-ден астам юаным. Бұл біздің бүкіл отбасымыздың қажырлы еңбегі. Сіз маған ақшаны қайтарып бересіз. Әпке, мен сізді жақсы көремін. Мен сізге міндетті түрде қайтарамын. Ант етемін. Мен оны саған қайтарамын.
沈小姐，你不做，让人醒过来了。 Мисс Шен, сәттілік, сіз әлі оянған жоқсыз ба? Бірақ есіңізде болсын, ауырған кезде көбірек жеуге болады. Дәрігерге рахмет, ауруыңызды жақсы емдегеніңіз үшін рахмет. Балам, сен ақыры ояндың, балам, ақыры ояндың. Болашақта бей-берекет тамақ ішпеуді ұмытпаңыз. Сені кінәлама, сені кінәлә. Хаха мен. Кешіріңіз. Бұл өтірікшіге алданып қалды. Неге сенбейсің? Анан үшін бей-берекет тамақ ішпеуіңізді айтыңыз, және алданып қалмау үшін абай болыңыз. Нәтижесінде, егер сіз мені тыңдамасаңыз, жай ғана бөгде адамды тыңдаңыз. Мен қателестім, болашақта сені тыңдауым керек. Кешіріңіз, кешіріңіз, әйелім, бұл менмін, кешіріңіз. Мен саған сенбеуім керек. Барасың, әйелдермен бірге шесің. Әйелі, сен мені дұрыс түсінбедің. Мен жұмыс үшін бармын. Әйелдермен бірге ішсең де бәрібір. Ұлыңның өмірі маңызды ма? Әлде жұмысың маңызды ма? Сіз мұны тіпті түсіне алмайсыз, солай ма? Сіз не айттыңыз? Мен қателестім бе? Әкем мен әжем де мұны білдірмеді. Ашуланбаңыз, барлық әулие үшін мен сізбен сөйлеспеймін. Егер анан тағы бір қателік жіберсе, мен сенімен әлі бітпеймін. Әйелі, мен кінәліні білемін. Кешіріңіз, кінәлі, кешіріңіз, шынымен кешіріңіз. Мен бұлай болады деп ойламадым. Мен жай ғана витаминдер туралы айтқым келеді, бірақ бұл адам өте сөйлейтін адам. Мен де анамның емделуіне ақша табуды күте алмаймын. Мен де мәжбүрмін. Анам әлі ауруханада жатыр. Кешіріңіз, кешіріңіз, рахмет. Анасының уремиясы бар. Алаяқтар тобы оны нысанаға алды. Ол мәжбүр болды. Мен өз пікірімді қалдырамын. Анан, қазір бәрі жақсы. Алданған ақшамызды қалай қайтарамыз? Сіз оны маған қайтаруыңыз керек. Иә, бұл 2 миллион әлі берілмеуі керек еді. Мен оны қайтарудың жолын табамын. Сіз маған көмектесе аласыз ба? Ендеше, күш біріктірейік. Ал құқық қорғау органдарындағы жолдастар да алаяқтық топты жоюға көмектеседі. Біз ақшаны қайтара алатын болсақ, сіз кінәлі және лайықты боласыз. Қазіргі уақытта жалғыз жол бастықты сахна артына тарту. Сіздің идеяңыз жақсы. Ауылды бұзу мойынсұнғыш емес. Сіздің отбасыңыз 20 миллионды бөле ала ма? Енді біздің отбасымыз дамығаннан кейін, біз бұзу үшін 20 миллион ала аламыз ба? Керемет. Бұл туралы өмір бойы алаңдамаңыз. Бұл емес пе? Ол бұзу үшін 20 миллион доллар ала ала ма? Бастық үлкен отбасы. Енді ол баламен танысқаннан кейін маған қатты сенеді. Біз 20 миллион бұзу ақшасын алуымыз керек. Жылқы, сиыр мен жылқы, әсіресе кенже немересі, сіз үлкен инвестиция салып қана қоймай, ауыл тұрғындарының оған иелік еткенін қалаймын. Біздің бастығымыздан аванс алды. Керемет, анашым, сол нағашылар мен нағашыларды көндіру үшін ауылға қайту сізге байланысты. Уайымдамаңыз, олардың барлығы мені тыңдап, маған қалдырады. Содан кейін сіз бастығыңыздың жағдайын тұрақтандыруды жалғастырасыз. Мен шаралар қабылдау үшін
құқық қорғау органдарына хабарласамын. Орындалды. 3 күннен кейін менің бастығым инвестициялық конференцияға қатысуға келісті. Сондай тегіс. Сіздің бастығыңыз бұрын келмеді деп айтпадыңыз ба? Хуа апаның жүздеген ауыл тұрғындарына үндеуінің арқасында инвестициялық қорлардың жиынтық көлемі ондаған миллиардқа жетті. Мен сіздің бастығыңыз сіздің жеке басыңызды анықтап, оны жасыруға көмектеседі деп алаңдаймын. Жарайды. Уайымдамаңыз. Бәрі жақсы. Керемет. Біз қазірдің өзінде аспан мен жердің торын төсеп қойдық, сондықтан оның келуін күтеміз. Күйеу, уақыты келгенде сіз және қарапайым киімдер сыртта, ал мен және ксексе іште боламыз. Бұл дәл қазір еске салу болды. Қазір біз үшін ең бастысы бастықтың бұған күмәндануына жол бермеу. Жүр, тағы бір видео түсірейік. Жарайды ма? Хуа апа, бұл жаңғақ орта жастағы және егде жастағы адамдарға арнайы жасалған. Тамақтанғаннан кейін бұл остеопорозды тудырмайды және өмірді ұзартады. Солай ма? О, рахмет. Бірақ бұл менің жүрегімде. Көрдіңіз бе? Бұл адам қартайған. Сүйектері икемді емес. Үнемі әлсіздік сезінеді. Бұл керемет. Бұл сіз үшін дұрыс өнім. Сатып алу біз үшін. Айтпақшы, біздің компания 3 күннен кейін Цан провинциясының қонақ үйінде конференция өткізеді. Ал біздің компания 3 күннен кейін Цан провинциясының қонақ үйінде конференция өткізеді. Сіздің келуге уақытыңыз бар ма? Өте жақсы өнімдер бар. Олардың пайдасы өте жоғары. Сіздің табысыңыз 50%-дан асады. Ал шамамен 50%. Соншалықты биік және соншалықты биік. Содан кейін бұл өнімді сатып алыңыз. Біз келесі өмірде алаңсыз боламыз. Бұл табиғи нәрсе. Біз сонда болуымыз керек. Мен оны бүкіл әлемдегі адамдарға сатып алуға рұқсат етемін. Уақыты келгенде мен оларды өзіммен бірге алып, бірге ақша табамын. Уақыты келгенде бірге барып, бірге ақша табайық. Бай екінші ұрпақ, мен сені қайыршы етемін. Шынында да биік. Біз ауылдан шыққанбыз. Бұл жолы біз шынымен жақсы білеміз. Солай емес пе? Біздің ауылда мұндай жер қалай болуы мүмкін? Осы жоғары сапалы қызыл шарапты ішіп отырып, бір түрлі кокс нағашылары мен тәтелері сияқты. Сіз әзілдеп отырсыз. Біздің Хюнанға өнімін небәрі 3 жыл сатып алғаннан кейін әрқайсыңыз миллиардер бола аласыз. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Ой, ксексе ешқашан үлкен сөйлемейді. Әркім сатып алудың күшті қар костюмі екеніне сенімді бола алады. Ксексе өнімдері құрғақ сүт немесе инвестициялық өнімдер болсын. Шынымен жақсы. Мен оны соңғы рет анан туралы дұрыс түсінбедім. Дәл солай, апай мен ағай. Сізге шындықты айтайын. Бастапқыда біздің компанияның бұл қор жобасындағы үлесі үлкен болған жоқ. Негізінен Хуа апа үлкен жігіттерді байып, бізден жалынғысы келетінін айтқандықтан. Сондықтан біздің сұхбат квотасы уақытша ұлғайтылды. Қараңдаршы, бізде жыл сайын 50% кепілдендірілген табыс болады. Ал егер жылдың соңы жақсы болса, ол 100% болады. Ой, егер сіз осы мүмкіндікті пайдалансаңыз, оны 2 есе арттырасыз. Бұл мен үшін 50 миллион. Ал бір жылда 100 миллион. Мен 50 миллион, 60 миллион алғым келеді. Мен де қалаймын. Уайымдамай-ақ қояйын. Хуиненнің осы өнімге тигізетін пайдасы туралы айтайын. Хуинен маған ауыл шаруашылығын жобалауға көмектесті. Егер сіз осы өнімді сатып алсаңыз, сіз жыл сайын сақтандыру кірісінің 50%-ын аласыз. Сонымен қатар сіз мал фермаларын, бау-бақшаларды, көкөніс бақтарын толықтыра аласыз және дивидендтер жыл сайын болады. Тек осы кірістің өзі сатылмайды, Лау Ван сияқты жыл сайын. Келісім шартқа қол қой. Сен келісім шарт жасадың. Әйелім, менің осында орналасуым аяқталды. Ауыл тұрғындары қаражатты қызу тасымалдап жатыр. Олардың қаражатының қауіпсіздігіне қатысты мәселе бар ма? Банк кез келген уақытта мониторинг жүргізеді. Ал алаяқтық тобының шоттары кез келген уақытта қатып қалады. Жарайды. Менің сигналымды күтіңіз. Біз аспан мен жердің торын салдық. Және ешқандай қиындық болмайды. Барлығы сабыр етіңіз, олардың барлығы бар. Болды. Бәрі бар ма?
мен сенің жүргеніңді сеземін. О, Лауван, не айтқың келеді? Хуа апа, біз сізге өкінгеніміз емес. Біздің ондаған миллиондарымызға қараңызшы. Осындай үлкен ақшаның басшысы, тіпті олардың бастығы да мұның қаншалықты ақылға қонымсыз екенін көрді. Солай емес пе? Бұл сіздің бастығыңыз ба? Төменде бізге төмен қарайсыз ба? Бұл емес. Ол қалай аталады? Сіз жай ғана бізге төмен қарайсыз ба? Шындығында жоқ. Мен саған айтайын, бастығыңа шық деп айт. Бірақ бастығың шықпайды. Біз мұны сатып алмаймыз. Содан кейін сіз оны шыққан кезде сатып алмайсыз. Бәрі сабыр етсін. Мен бастыққа хабарласамын. Ол қанша тұрады? Жоқ, бос ақша. Біз қозғала аламыз. Бастық, мына үлкен балықтар сенімен кездесуді талап етіп жатыр. Егер біз сені көрмесек, мен саған қызық болмаймын. Ендеше кездесейік. Жерлестер, бастық кездесуге келісті. Ол кейінірек келеді. Барлығы жақсы тамақтанады. Өте жақсы. Ха-ха-ха. Зергерлік бұйымдар пайда болғалы жатыр. Сондықтан ол кірген бойда нағашылармен бірге оны тұтқындайды. Уайымдамаңыз. Біз өте жақсымыз. Бәрі дәмді. Ха-ха-ха. Күйеуі көңілін көтеріп, кез келген уақытта қолдау көрсетіп, желіні жауып тастайды. Кішкентайларға назар аударыңыз. Барлық бұрыштарды қадағалаңыз және тас жолдың барлық қиылыстарын жауып тастаңыз. Үлкен жігіт, бұл оңай бола ма? Бастық ешкімге менсінбей қарамады. Бұл жақсы. Ха-ха-ха, мен кіремін. Рахмет. Бастық осында. Мен сіздің алдауыңыздың шынайы бетін ашқым келеді. Сен не істеп жатырсың? Мен сендерді қайдан білемін? Балалар, мені жібер. Алаяқ әлі де әзілдеп жатыр. Ақшаны қайтарып бер. Сен әлі біздің бастығымыз емессің. Сіздің бастығыңыздың дауысы онда емес. Сіз кімсіз? Қалай болғанда да, бұл алаяқ. Алдымен оны байлаңыз. Мен туралы айтпа. Мен шынымен алаяқ емеспін. Мен адамын. Маған 100 юань беріп, осында келуімді сұра. Дұрыс. Алдымен сізден инвестициялық виза сұраңыз. Енді біреу сені ұстап алғысы келсе, сен мені тоқтатылған анимацияда сатуға батылсың. Мен не істеуім керек? Осы айда онлайн несиені қайтаруға ақшаңыз жоқ па? Сен не істеп жатырсың? Маған жақсылық жаса, бұл сенікі. Мынаны алып, 2 бөтелке әкел. Мен өтірікшімен кездестім деп ойладым. Бұл өте қарапайым. Біздің бастығымыз үйрек, бәріне қауіп төнеді. Анашым, алдымен нағашыларыңыз бен апаларыңызды алыңыз. Абай болыңыз. Бәрі менің соңымнан ереді. Мен Гассиді қатты жек көремін. Анашым, сен маған тиіспейсің бе? Не істеу керек? Бізге әлі де қауіп төніп тұр. Маған әлі де қауіп төніп тұр. Рахмет. Сабырлы болғаныңыз үшін рахмет. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері сіздің анаңызды ағып кетуден қорғайды. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері енді тірі емес екенін ұмытпаңыз. Күйеу, алаяқтық жетекшісі не істеді? Бұл қалай болуы мүмкін? Қай сілтеме дұрыс болмады? Мен біреуді ұстадым. Ван Ченфен, менің шашым алаяқтық болып шықты. Жоқ, олай емес. Ол жай ғана сыбайласы. Неге мен ағамын, бірақ мені алдау үшін бөтен адамдарды бермейсің бе? Маған 2 миллионымды қайтарып беріңізші. Ол баяғыда кетіп қалды. Ал сен ақшаңды ала алмайсың. Солай ма? Сіздің әрбір қадамыңыз біздің бақылауымызда.
5 миллион доллардан астам қаражат қайдан келді? Ақырын мойындаңыз, қатаң түрде қарсы тұрыңыз. Бұл сіздің соңғы мүмкіндігіңіз. Сахна артындағы бастық, тез айтшы, мен бұл Лилин және Ли мырза дедім. Ол байсалды кәсіпкер емес пе? 正经生意人吗？怎么会是诈骗宠物呢？正经。 Бұл қалай алаяқтық болуы мүмкін? Дәлелдер жинақталған. Бұл дүниеде неше таза жер бар деп ойлайсың? Сіздің балаңыз әдемі. Егер сіздің жолыңыз болса, ол сізге әрқашан қарай алады. Бірақ сіз жай ғана бас тартасыз. Егер сіз бірінші кезекте Ли Цзинмен келісе алсаңыз, енді сіз гүлденген және бай бола аласыз, және одан ләззат ала аласыз. Бірақ сіз оны түсінбейсіз. Хамф, мен бұл әділетсіз жетістіктерді ешқашан қаламаймын, және тек әйелімді жақсы көремін. Рахмет. Күйеуі, әйелі, қатыгез және қатыгез Лилин мақсатына жеткенше тоқтамауға ант берді. Сізде бірнеше күн жақсы болмайды. Мен абай боламын. Неге мен сенсің? Мені әжеме бергеніңде не болды? Егер сен біреуді жіберсең, мен сені өлтіремін. Лилин қамауға алынды. Жауап алғаннан кейін ол әлемге қарап, оның кішкентай ғана көшбасшы екенін және оның артында үлкен бастық тұрғанын білді. Кек алу үшін және қоғамның тыныштығы үшін мен қайын енеммен алаяқтыққа қарсы ұйымға қосылдық. Жолдас Шенчи, сіздің алаяқтыққа қарсы сәтсіздігіңізді ескере отырып, біз сізге алаяқтыққа қарсы пионер атағын беруді шештік. Ұйымыңызға сенім білдіргеніңіз үшін рахмет. Мен алаяқтыққа қарсы білімді қоғамға кеңінен тарату үшін көп жұмыс істеуді жалғастырамын.